Міне балалар, оңтүстік Қазақстанның осындай терең тарихы бар. Керуен жолдары, ежелгі қалалар бәрі осыны айтып тұр. Бұл жаққа барсаң, тарихтың өзі тоқтамай сөйлейді. Қазғұрттың басында кеме, мөртебе, Ордабасы, Түркістан. Бұл өлкеде біздің ұлы дала батырларының ізі сайрап жатыр балалар. Сендер бұл жерді көздің қарашығындай сақтап қорғауларың керек. Темір, не ойланып отырсың? Кешіріңіз ағай, біздің еліміздегі жаулар туралы ойланып кеттім. Ойланғаның жақсы, бірақ саған әлі ерте. Қазір бейбіт заман ғой. Тыныш өмір сүріп жатырмыз. Өз уақыттарың келгенде сендерде үлкен ерлік жасайсыңдар. Елге қызмет ету үлкен ерлік. Етегіммен бұлт кешіп, етігіммен ел жаулап жүрген қиын шақтарда маған көмектеспей қорқақтық танытқандарың үшін сендерді тұмармен бірге торға қамап қойдым. Енді осы жерде өмір сүресіңдер. Әлемдегі ең қатыгез сиқыршы әміршім, сорлы басым ақымақтық жасақ қойды екен деп маған қиянат жасай көрмеңіз. Мен қамалып отырғаннан қатты қорқамын, әміршім. Жайсыз түс көріп шошып оянам ба деп қорқам. Босатыңыз мені. Сендер не дейсіңдер, қорқақ батырлар? Өкпелесеңдер өкпелей беріңдер. Сендердің еркеліктеріңді көтеретін халде емеспін. Сендермен сөйлесемін деп айнадай басым айғыз болды. Сендер сияқты ақымақтарды тәрбиелеймін деп шашымның бәрі түсіп қалды. Неменеге сөйлеп тұрмын, аузымды ауыртып. Бабати, досым менің, сені сағынып қалдым ғой. Өте қуаныштымын, ертемір. Бірақ мен тағы үлкен қауіп туралы ескерткелі келдім. Тағы да алпан сиқыршы ма? Иә, ол тағы да жер ғаламшарына зиян тигізетін қауіпті жоспар жасап жатқанға ұқсайды. Менің аса сезгіш мұртшаларым бәрін сезіп тұр. Соны айтайын деп ұшып келдім. Алпан сиқыршы мен оның қорқақ көмекшісі. Енді қай өлкеге барады екен, а? Әміршім, мен мұна жер ғаламшарының ұсқынсыз қызмен бірге қалдыра көрмеңіз. Бұл кішкентай қыз менің көзімді шұқып алса қайтемін. Көрдің бе енелік? Мені қамап қойып едің, енді міне тордың ішінде өзіңде отырсың. Біздің елімізде біреуге ор қазба, өзің тесің деген мақал бар. Сендер неге үндемейсіңдер? Әне, бұларға бірден айтсаң өзің дұрып шығады. Ойлан, инелік ойлан. Ақымақ басыңа ғаламат идея келуі тиіс. Оңтүстік Қазақстан, әміршім. Ол не тағы? Қазақстанның оңтүстігі, әміршім. Ол жақта Шымкенттегі шырайлы қала бар. Сіздің коллекцияңызда әдемілігімен көз тартып тұратын ғимараттар ол жақта өте көп. Осы сөздерің өтірік болса, ешкім мекендемейтін ғаламшарға жалғыз өзіңді апарып тастаймын. Аллахи биллахи, әміршім, сұлу мұртым мен ант етейін. Шымкент әдемі қала, сол жердің барлық әдемілігін миллион есе кішірейтіп сіздің сөреңізге қойып қойсақ тақиямызға тар келеме? Көрсет. Мені тордан босатсаңыз көрсететін едім, әміршім. Сұлу мұртым мен салиқалы миыма біткен ақылым осындайда көмектесетін мақтанышпен айтайын. Ал сендер, құртоқпақтар, осы жерде құрейсіңдер. Міне, мынау Қазығұрт таудың басында әдемі кеме тұр, отырар қаласы. Ежелгі тарихи тәуелсіздік саябағы қаланың дәл ортасында
әр ескерткіш тақталарда Қазақстанның тарихы ойып жазылған. Қараңызшы, қандай әдемі, әміршім. Тәуелсіздік саябағы? Маған ұнап тұр. Менің коллекцияма қосып қоятындай әдемі екен. Мен сені бір жолға кешірдім, инелік. Кемені Шымкентке қарай бұр. О, көрер жарығым бар екен. Жүре берсең, көре бересің деген. Шымкенттің саябағын ұрлайын деп кім ойлаған? Ғаламат идея ойлап тапқанға рахмет, ақылды басым. Алақай, оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Тістеуігім бергел, батырым менің балақай. Ой, ұшақтың емес тікұшақтың суретін таңдасам бұлай құламайтын едім. Көздерім қарауытып қалды-ау. Шымкенттің тәуелсіздік саябағы өте әдемі екен. Біз бұл саябақты Алпан сиқыршыға бермеуіміз керек. Телетай. Әрине, оңға келгенін оңға, солға келгенін солға тырапай асырып, жылатып жіберемін. Енді Алпан сиқыршының келгенін күту керек. Мынау бүкірейген қорқақтың сазайын өзім беремін. Ал, дайынсың ба досым Телетай? Қазақ батырларының әлемдегі ең мықты батырлар екенін көрсетейік. Залым сиқыршыға. 5 қаруым, дайын ба? Алақай, оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Тістеуігім бергел, батырым менің балақай. Неткен әдемі. Сәл сабыр сақтаңдар. 5 қаруым, 5 батырым. Сен тағы келдің бе, қазақ батыры Ертемір? Бірақ бұл жолы менің батырларыма қарсы ештеңе де істей алмайсың. Шымкент қаласының тәуелсіздік саябағы менікі болады. Шоқпардың ғаламат соққысы. Мынау тістеуік темірдің сазайын берейік. Жанды жебенің даусы. Басым ауырса аяғым ауырса басым ауыратын қандай заман бақ кетті өзі. Ойбай, жанымның шырқырағандай. Мына ұсқынсыз бәле қайдан пайда болды? Мен ұсқынсыз емеспін. Мен Телетаймын, қазақтың батырының жан досымын. Бұл жолы не істей алар екенсің, Әміршім, бақайыма қадалып тұрған жебені алып тастасаңыз қайтеді. Маған жан ашитын ешкім жоқ. Егер сен адамдарға жамандық жасамай, жақсы болсаң, саған бәрінің жаны ашиды. Егер жаман болсаң, үнемі осылай таяқ жеп жүресің. Жақсы болғым келеді, бірақ үнемі бұзықтық жасап қоя берем. Қайтеменді. Не деп ойбайлап жатырсың, ақымақ инелік? Найзағайдың найзасы.
әттеген-ай. Тағы да жеңіліп қаламын ба? Қой, жаным барда зымырайын. Ей, қазақ батыры, сен мені танымайсың ба? Онда таныстырайын. Мен әмірші Алпанмын. Сиқыршылығым 77 ғаламшарға айқын танымал адаммын. Жібер мені. Менің Қазақстанымның әсем жерлеріне тиіскеніңді неге қоймайсың? Жарайды. Шымкентіңе тиіспей-ақ қояйын тек. Жібере көр. Осы Қазақстанға жоламай-ақ қойсақ қайтеді, әміршім. Жаулап аламыз десек, елде жерде жетеді ғой. Жоқ. Мен қайтсем де қазақ батырын жеңемін. Соған күмәнім бар, әміршім. Сіз кішкентайсыз, оның үстіне семізсіз. Не жүгіре алмайсыз, не төбелесе алмайсыз. Ақымақ. Мен келесі жолы ешкім танымайтын жаңа көмекшілерімді ертіп келемін. Қазақ батыры жеңілгенін әлі-ақ мойындайды. О, ақылды басым, енді қайтемін. Әміршім, мен демалыс алып басқа ғаламшарға кетіп қалсам бола ма? Жоқ, болмайды. Маған Қазақстанның тағы да бір сұлу табиғаты, әдемі ғимараттар бар жерін тауып қой, тез!